Әуелде кешью тобы құрылғанда Ләззат Сұлтанова 6 жастан енді асқан. Қаршадайынан әнге құштар қыз 2014 жылы республикалық балалар байқауында жүзден жүйрік шығып ақтықсында ат шулы ұжымның алтын құрамымен қосыла ән шырқайды. Сол сәтте ризамын әнін айтып, сахнаға шыққан болатынмын. Бірінші орын қанжығама байлап, әпкелерінің ақбатасын алып, солай үлкен сахнаға бет бұрдым. Бұл дуэт Ләззатқа жұғысты әрі жемісті болған. Қазіргі таңда өнерпаз қыз кешьюдің белді мүшесі. Кезінде қиялға ерік беріп дәл осы топта ән салуды іштей қалағанын да жасырмайды. Бала арман алдамада. Әрине бала қиял, бала арман басында болды. Осы топта ән салсам, осы әпкелерінің жолын берсе деген бала арман болды. Қазіргі сәтте көріп тұрғандарыңыздай, міне осы топтың мүшесі атандым. Мен сені ұмытпаймын, сезімді саған деген суытпаймын. Ернар Айдардың да Беспаевпен ән шырқау үш ұйықтаса түсіне кірмеген. Мейрамбектің өзімен өнеріне еліктеп өскен ол таяуда кумирімен клип түсіріпті. Жетістіктің сыры ән шағасының ақылын тыңдап дер кезінде жанынан табылу. Мейрамбек ағамызбен мен көп ақылдасам, көп сырласам. Ернардың армандары таусылмақ емес. Өнерпаздың ендігі мақсаты Арынбаевпен дуэт жазу. Көктемде өткен концертінде Медеу ағасынан уәдесін де алып үлгерген. Сол кезде айттық, Құдай қаласа, енді үлкен концерттерің оркестрмен бола берсін. Құдай қаласа, келешекте дуэтті айтып қалармыз деген сөз бар. Айтылған сөз, атылған ол. Жүрсек